Қалайсыңдар? Я, түсінемін, бәріңіз күтіп отырсыздар, қайдасыңдар, неге кездеспей жатсыңдар. Но хотя, по факту, мен уже күтіп отырғаным ол кісіні. 1,5 сағаттай болды, бірақ әлі келмеді. Қасымнан ондай гүл алып алдым мен. Все-таки жақсы болып қоштасамыз деп ойлағам ғой. Походу, әпшеміз келмейтін сияқты ма деп қоямын енді. Онда кезе берейін ба деп ойлап отырмын. Қалай ойлайсыздар дейді, до конца күтейін ба, до конца ана жер. Прям тас қараңғы болғанша күтейін ба. Білмеймін енді. Мына гүл енді өзіме қатты ұнап жатыр. Мен, короче, кішкене айнала шетті, кішкене айналып көрейін деп жатырмын. Если бір адам болатын болса, бір қуанытқым келіп кететін білесіздер ғой, сол кісіге бір подарка етіп жіберейін ба деп жатырмын енді. Сол. Қазір көрейін. Біз енді қайда келдік десеңіздер, осындай жерге келдік. Ауылский вайб болып тұр енді. Бұндай жерде сағынады екенсің, қалайсың Бегнар? Жақсы өздерің. Жақсы. Қолында камерасы бар. Жаңа сөзім жерге тастамайды, бірден камерасымен келеді айтсам. Мінекей, осындай біз енді айтсам, қазір шок болсам, нағыз еріккен екен, не істеп жүр деп. Бүгін мен енді бие сауам деп келдім достар. Өмірімде сиыр сауып көргенмін енді, бірақ бие сауып көрмеппін. Өзіме сол бір қатты қызық болып жүрген. Бір жағынан соны контентке салып, бір жағынан үйреніп деген сияқты. Сол. Сәнше тарттым, қолын тартып алшы. Қолымда мынандай шелек. Мына биен сауайын деп отырмыз. Ана жақта бір бала алып алсайық, не көп балалар көп. Осы, короче, тауға қарап, бие сауып, сол енді. Қызық болайын деп тұр енді. Қалайсыздар? В общем, базар жарылып жүрмейді. Қазан іздеп жүрмін негізінде. Үйге жақсы бір қазан керек екен. Қазанымыздың түрі әбіршіп кетіпті үйдегі. Саламатсыз ба? Андай қазандар бар ма? Асты күймейтінше. Мынандай сияқты қазандар болады. Мынандай сияқты. Мін түрі бар. Осындай сияқты. Қанша литр? 5 литр. Анда 7-8 литр бересіз ба бұны? Білмеймін, кішкентай. Қаншадан бағалары бұлардың? Мынау 12.500 литр. Мынау қанша литр? Мынау 7 литр. 12.500. Каспиге арзан болып екен. Базардан ет алдық. Қолда тұрмыз. Енді қазан алдық. Енді сол бір тамақ істейтін сияқтымын ба бүгін деп ойлап тұрмын. Қалай болады, не тамақ істейді екен деген сияқты. Тамақ істемей келе енді біраз болды әрине. Базар аралап жүрген келе, базарда зат алмағалы. Не алу керек еді өзі? Күтжан абыройын төк. Не істейді абыройын төгетіндей? Абыройын төкті деген стримда? Стримға қашан кірді ма не ол? Стримде кіріп сөйтіп айтты ма не? Кім біледі достар? Стримға кіріп тоқтайды деп айтты ма? Жерік болсын қумандаршы. Не заказ өргеніз олсын алып келген болатын бірге? Плов заказ өргеніз. Не үшін жерік болын? Квартира табу көреді, кстати, бәрі құрсын. Сосын ақыры ол сияқты жігіттер бар ма? Қарап отырған біріне сұрайыншы. Короче, артында машина болса, мысалы мен артында машина бар да, и ол бұзылып қалады машина, и мен оны шротқа өткізіп тастаймын да. И сол шротқа өткізіп тастағаннан кейін, 1-2 айдан кейін маған налог келеді. И мен сол налогты барып төлеймін, енді ол машина мен артына шығарып тастайын десем, техпаспортымен номерін сұрап отыр. Машинаның техпаспортымен номері менде жоқ мысалы. Сондай жағдайда не істеу? Баг істеп береді ғой. Өлеуі шықты. Ағасы бұны сковородкада жарты ету керек екен ғой. Суға қайнамай деген ғой бәлем. Кеше су қойған. Түрін көрдің ба қандай? Молодец тебе. Не молодец.
не нәрсе істеген дейді, мынау күшті бір рамен істепті. Сау бол деп жазып жіберіпті енді. Сізде сау болыңыз онда. Так, в общем, эфирден кейін сразу тамақ ішуге келдім. Бірақ мен сіздерге бір қазір қызық факт айтайын. Эфирге барған кезде бетің андай жұптырылып тұрмас үшін бетіңнен андай грим жағады. Сол үшін эфирде бір қатты әдемі болып кететіні бар енді, иә. Қазір қараңыздар, былай вспышкамен көрсетейін. Мен былай, мынау бетімде грим, короче. Қазір осыны шешемін. Қазір бетімде грим тұр. Мен просто без макияжа, без грима жақсы болып тұрмын негізі. Без грима жақсырақ болып тұр, иә? Так, бұны енді мен не үшін көрсетіп жатырмын? Кейбір адамдар ойлайды да, брат, сен боянып алғансың ба, анау-мынау деп. Просто біз солай бояйды. А так мен былай живой тоже жақсы болып тұрмын негізі. Солай, короче. Қолдаушыларым алтын ғой, қараңыздаршы. Осындай сухофрукты беріп жіберіпті. И бәрі сұрап жатыр, қандай сақина деп мінекей. Осындай Ван Клифтің сақинасы. И мына, помните, Тәуіржан маған сыйлаған болатын осындай браслетін и осының сақинасын беріпті. О, қандай әдемі. Күшті, прям қолда әдемі болып тұр, қараңыздаршы. Жондарым, сіздерге көп рахмет. Жақсы көремін өздерді. Эфирді көрген боларсыздар. Кішкене ауырып отырдым. Но түсінген шығарсыздар уже кішкене. Именно осы шетелге барған кезде кішкене айгүл екенбіз, бірімізді больше білген сияқтымыз да. Поэтому кішкене таныстық тоқтап қалатындай болып тұр ма, сондай маяк кеп тұр енді. Поэтому ренжімеңіздер енді. Көп адамдар үміттегенде тілектер жазды неше түрлі, бірақ жота үміттеріңізді ақтай алмай қалған сияқтымыз ба деп тұрмын енді. Келмей тұрған, не істейміз енді? Кішкене келмей тұрған сияқтымыз ба, сондай болып тұр ғой енді. В общем, үйге келдім, кішкене бет қолым жуып, жақсы болып қалдым. Енді дайректке сообщениялар, неше түрлі сообщениялар келіп жатыр енді. Қазір мен сіздерге примерно айтып берейін, қандай сообщение келіп жатқанын, не айтып жатқан адамдар. В общем, дайындаңыздар. Типа, болды хайпың бітті ма, хайп қоладың ба, анау-мынау. Жоқ, хайп, зачем деймін да, вообще түсінмеймін хайптың. Причем тут вообще хайп? Мен бұл жерде шынымды айтсам, енді, конечно, бір мақтанған емес, но мен больше ақша кетірген сияқтымын, чем заработал за все это время. И мен оған ешқандай ашымайды еш жерім, потому что это, по идее, нормально, я получил эмоции, она тоже получила эмоции, и нормально. Просто в конце хотя бы бір сторис. Ол танысты тоқтайды емес, ну, хотя бы бәріне рахмет, давай, деген реакция күттім да. Короче, менде сөйтіп рахмет үлкен. Осы бітіп қалды енді деген сияқты қылып бір келтіріп жіберейін деген ғой менде. Сөйтсем танысты тоқтайды, сау бол деді, енді мен не деймін енді. Сау болыңыз дедім. Сондай болып тұр енді. Бірақ енді Дубайда біз онша қатты көп сөйлеспей чисто қыдыр жүрдік. Ал Турцияда бізде көп уақыт болды, андай бірге уақыт өткізіп, кәдімгі ойланып сөйлесіп дегендей, андай мелочтарға, детальдарға мән беретін не сондай күн болды. В общем, сол Айгүлге рахмет. Негізі жақсы қыз. Бірақ бүгінгі эфирде мен оны жамандаған кейін жоқ. Просто хоккейст айтты, неше осы теманы өзі бастады, мен түркі деп айтты деп. Сосын барып мен бәрін алып келдім. Не үшін айтқанымды түсіндірдім. Адамдардың унижать етіп жатсың деді, анау-мынау. В общем, сөйтіп басталып кетті, короче. Сол, а так барлықтарына жақсы көремін. Қалайсыңдар? В общем, Наташам қасыма келіп алған. Мен ауырып тұрмын, короче. Мен, короче, әлсіреп тұмау тиіп қалды. Соған даусым да оғандай біртүрлі болып тұр. Хотя кеше укол салдырдым, дәрі іштім, бірақ самолетте бір пиво ішіп қойған бар енді. Содан кейін, одан сайын бір іштім, короче. Мынау боянып, сыланып, мазғанды итеріп жатыр. Бір сағат ұйықтап алайын десем ұйқы бермей жатыр. Көтімге укол салған дейді, қолына бересің. Жоқ, айтырдым, мен укол сала аламын, укол салып берейін деп жатырмын. Сен ойлап айтпадың. Жоқ, өтірсің. Просто құйрығымды көргісі кетті да, короче. Құйрығымды теспекші ғой, короче. Ай, ауырып жатырмын. Мен тұрдым, кішкене тұрды реттеп алдық. Енді кеше кішкене сағат адал қалдым, білесіздер.
Отырықсың, ойланып. Андай бит болып тұр. Ана апайдың өзінің вайбы бар екен кәдімгі. Оппа! Әпшем әкетіп отыр. Жақсы өліп қояды екен осы. Тіппеле отыр. Инстаграм тұрасың ба? Қоясың. Бір саған айт. Телеграмға кетіп жатыр ғой. Жоқ енді саған анаға соны айттым. Қыздарға қарап жүр не дейсіз? Қарап жүрмін, қарай берсін. Қос аяқтағы ана қыз сияқты сұрап жатсың ғой. Сізге мындай сұрақ қойып жатыр екен не дейсіз? Шаршап кеттім, қарай берсін. Да? Өзі сақал, мынаны ана жер жаңағы бір сақалды жігітті обсуждать етті ғой. Айтқан жоқсың ба енді? Жоқ, туалетке кіріп біреумен сөйлесті бүгін. Қашан? Қандай туалетке барып? Қай жерде сөйлесті? Ол бір адам ғой. Әдемі. Адамдар көп болсын дейсің ғой. Жақсы адамдар көп болсын. Жақсы адам ғой. Аты жоқ екен, аты жоқ екен. Аты кім десем, аты жоқ сияқты ғой. Ойбай. Өйтіп енді менен өтіріктен бір не қылмап өйтіп. Маған ұрсын сөйлестің. Міне бақсан подтвердет. Маған ұрсын сөйлестің. Бұл да сөйлескеннен кейін бізде сондай движение бар, істейміз да. Анталияда кім бар, если жазыңдар. Тимбилдинг істей жүрмедік, жиналып, костердің жанында өлең айтты деген сияқты. Айгүлді үйде қалдырып кетеміз. Ау? Үйде сөйлесіп жата беремін.